Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы температураның реакция жылдамдығына әсері. Олай болса, сабағымызды бастайық. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабағымызды қайталап өтейік. Мына берілген суреттерге мұқият қарап, концентрацияға қатысты сөйлемдерді толықтыр. Өз жауабыңды дұрыс жауаппен салыстыр. Концентрация жоғары болғанда кеңістіктің сол аймағында бөлшектер саны көп болады және көбірек соқтығысады. Бұл реакция жылдамырақ жүреді дегенді білдіреді. Екінші тапсырма. Қысымға қатысына берілген суреттерге қарап отырып, сөйлемді толықтыр. Олай болса, өз жауабыңды дұрыс жауаппен тексер. Қысым артқан сайын газ бөлшектері қозғалып жүрген кеңістік азаяды. Газ бөлшектері соқтығысудың жиілігі арта отырып, бір-біріне жақындайды. Бұл бөлшектердің реакция қабілеттілігі жоғарылайтындығын білдіреді. Енді мына екі суретке назар аударайық. Өздеріңіз байқағандай, ыстық суда салқын суға қарағанда заттар жылдам ериді. Сұрақ: не себепті жоғары температурада реакция жылдам жүреді? Ал бұл сұрақтың жауабын бүгін сабағымызда айтатын боламыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы температураның реакция жылдамдығына әсері. Оқу мақсаты: химиялық реакция жылдамдығына температураның әсерін тәжірибе жүзінде зерделеу. Температураның реакция жылдамдығына әсерін натрий тиосульфаты мен күкірт қышқылы арасындағы реакциядан бақылап көрейік. Натрий тиосульфаты мен күкірт қышқылы әрекеттесу салдарынан бос күкірттің бөлінуі ерітіндіні лайлайды. Яғни, реакцияның басталған кезінен ерітіндінің лайланғанға дейінгі уақыт реакцияның жылдамдығын көрсетеді. Олай болса, бейнематериалды тамашалайық. Температураның реакция жылдамдығына әсерін натрий тиосульфаты мен күкірт қышқылы арасындағы реакцияда қарастырамыз. Алдымен натрий тиосульфаты ерітіндісін 3 стаканға құйып шығамыз. Келесі 3 стаканға күкірт қышқылы ерітіндісін құямыз. Енді реактивтерді жұптастырып, әр түрлі жағдайда орналастырамыз. Бірінші жұпты мұзы бар стаканға, екінші жұпты 35 градуста термостатқа, үшінші жұпты қайнап тұрған суы бар стаканға орналастырамыз. Он минут өткен соң қалаған температурада реагенттерді аламыз да, оларды бірдей уақытта бір-біріне құямыз. Реакция нәтижесінде бөлінген күкірт ерітіндіні лайлайды. Осы арқылы химиялық реакцияның температураға әсерін бақылауымызға болады. Олай болса, температура жоғарылаған сайын реакция жылдам жүретінін білдік. Тәжірибеден байқағандарыңыздай, көптеген химиялық реакциялардың жылдамдығы температура көтерілгенде өседі. Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі Ванков ережесімен анықталады. Ережеге сәйкес температураның әр 10 градусқа көтергенде реакция жылдамдығы 2-4 есе өседі. Бұл тәуелділік математикалық тұрғыдан былай өрнектеледі. ВТ2 тең ВТ1 гамма Т2 азайту Т1 бөлінген 10. Мұндағы ВТ2 және ВТ1 сәйкесінше Т1 және Т2 температураларындағы жылдамдық. Гамма химиялық реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті. Ол әрекеттеуші заттар температурасын 10 градусқа көтергенде жылдамдықтың неше есе өсетінін көрсететін 2-4 аралығында болатын өлшемсіз шама. Неге температураны арттырғанда реакцияның жылдамдығы артады? Мына нәрсеге назар аударайық. Төменгі температура және жоғары температурада соқтығысулар саны. Температура жоғары болғанда бөлшектер көбірек энергияға ие болады. Олар жылдамырақ қозғалады және басқа бөлшектермен соқтығысу мүмкіндігі көп болады дегенді білдіреді.
температура бөлшектердің соқтығысуына қалай әсер етеді? Жылдамдық констансының температураға тәуелділігіне түсініктемені алғаш рет швед ғалымы Сванти Аренус өзінің белсенді соқтығысулар теориясында берді. Ғалымның көзқарасы бойынша химиялық реакцияға әрекеттесетін заттардың жеткілікті энергиясы бар белсенді молекулалары ғана қатысады. Белсенді емес молекулаларды қосымша энергия жұмсау арқылы белсендіруге болады. Реакцияның жүруіне қажетті бастапқы заттардың бөлшектерін белсендіру үшін жұмсалатын ең аз мөлшердегі энергия белсендіру энергиясы деп аталады. Оны мына мысалда көрсетейік. Мысалы, бір жолды әртүрлі көліктер әртүрлі жылдамдықпен жүріп өтуі мүмкін. Сол сияқты реакцияға қатысатын зат молекулалары да энергиясы әртүрлі болады екен. Реакцияға энергиясы жеткіліксіз молекулалар түсе алмайтын болса, оған қосымша энергия беру арқылы белсендіруге болады екен. Осы ең аз мөлшердегі энергия белсендіру энергиясы деп аталады. Белсендіру энергиясының шамасы әрекеттесуші заттардың табиғатына тәуелді. Себебі әртүрлі заттардағы химиялық байланыстың беріктігі әртүрлі. Сондықтан ол бастапқы заттардағы химиялық байланысы әлсіретуге немесе үзуге жұмсалады. Белсендіру энергиясы қаншалықты көп болса, реакция соншалықты баяу жүреді. Және керісінше, белсендіру энергиясы неғұрлым төмен болса, берілген температурада процесс соғұрлым жылдам жүреді. Бөлшектердің тиімді соқтығысу нәтижесінде атомдардың аралық тобы белсенді кешен түзеді. Бұл топ өте белсенді және өте қысқа уақытта өтеді. Оны бөліп алу мүмкін емес. Оны мына мысалмен түсіндіріп көрейік. Егер реакцияға қандай да бір А және В заттары қатысатын болса, және олардың энергиясы жеткілікті болса, онда АВ белсенді кешені түзеді. Енді осы АВ белсенді кешені бастапқы АВ молекулаларына немесе жаңа зат СД молекулаларына айналуы мүмкін. Сондай-ақ бұл жерде өніммен қоса энергияның да бөлініп тұрғандығын көруге болады. Ондай жағдайда экзотермиялық реакция орын алады. Ал мына жағдайда өніммен қосымша энергияны талап етіп тұрғанын көруге болады. Яғни бастапқы энергияға қарағанда жоғарырақ энергия қажет. Мұндай реакцияда эндотермиялық реакция орын алады. Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігін зерттей отырып, белсендіру энергиясын тәжірибе жүзінде анықтайды. Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігін анықтайтын Аренус теңдеуі. Мұндағы К реакция жылдамдығының константасы, А әрекеттесуші заттардың табиғатына тәуелді пропорционалды коэффициент, Е натурал логарифмдердің негізі, Еа белсендіру энергиясы, Р амбивап газ тұрақтысы, Т абсолюттік температура. Сен білесің бе? Көптеген реакциялар іс жүзінде жүрмейді. Олар жоғарғы белсендіру энергиясын талап етеді. Егер барлық реакциялар энергетикалық кедергісіз жүретін болса, онда ауадағы оттек жануға немесе тұтуға бейім барлық заттармен әрекеттесер еді. Осының салдарынан барлық органикалық заттар СО2 мен H2O соңғы өнімдеріне дейін тотығар еді. Сондықтан біз реакциялардың жоғарғы жылдамдықпен жүруіне кедергі болатын белсендіру энергиясының арқасында өмір сүрудеміз. Бүгінгі алған біліміңе сүйеніп, мына есепті шығарып көр. Реакцияның температуралық коэффициенті 2-ге тең болса, температураны 30 градустан 90 градусқа көтергенде жылдамдық неше есе артады? Олай болса, жауабымызды тексеріп көрейік. Алдымен Ванков ережесінің математикалық теңдеуін жазып алайық. Яғни В Т2 бөлінген В Т1 тең болады температуралық коэффициент, дәрежесін ұмытпаймыз, Т2, яғни
соңғы температурадан бастапқы температураны алып тастап, және әрбір 10 градусқа көтергендегі деген 10-ды жазып аламыз. Енді осы арадан бірден қойып кетейік. Есептің шартында температуралық коэффициент 2-ге тең болды дейді. Олай болса, бізде белгілі 2 температуралық коэффициент. Соңғы температурамыз 90 градус. Бастапқы температурамыз 30 градус. 10-ға бөлсек, бізде не шығады? Температуралық коэффициентте 90-нан 30-ды алсақ, 60 жаза берейік, қай жерден шыққанын түсіну үшін 10-ға бөлеміз. Ол деп отқанымыз 2-нің 6 дәрежесі, яғни 64. Жауабы олай болса 64 есе артады дегенді білдіреді. Суретке назар аудар. Қай сынауқта реакция жылдам жүреді? Оны бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндір. Реакция жүргендігін қандай белгісіне қарап білуге болады? Реакция теңдеуін жаз. Екінші тапсырма жауабы. Өз жауабыңды дұрыс жауаппен салыстыр. Екі сынауққа мыс екі оксиді ұнтағын салып, екеуіне күкірт қышқылының бірдей көлемін құйып, бір сынауқты қыздырсақ, қыздырған сынауқта реакция жылдам жүреді. Яғни, Б нұсқасы дұрыс. Бұл реакцияда жүргендігін мыс екі сульфатының көк түсінің пайда болуы арқылы дәлелдейміз. Жоғарғы температурада әрекеттесуші зат молекулалары белсендіру энергиясына ие болады. Соның нәтижесінде молекулалары соқтығысуы жоғарылап, реакция жылдам жүреді. Олай болса, тәжірибе жүзінде бақылап көрейік. Екі сынауққа күкірт қышқылы ерітіндісін бірдей көлемде құйып алып, үстіне мыс екі оксидін саламыз. Сынауқта реакция жүргендігінің белгісі байқалмайды. Енді бір сынауқты спирт шам жалынында қыздырамыз. Ерітіндінің түсі баяу көк түске өзгергендігін байқаймыз. Себебі ерітіндіде мыс сульфатының түзілгендігін білдіреді. Критерийлер мен дескрипторлар негізінде бүгінгі сабақ мақсатына қол жеткізгеніңді бағала. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.